Сарыағаш. Бұл сөзді естігенде туризмі дамыған шипажайларға бай, минералды судың көзі бар аудан елестейді. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Біз бүгін осы Түркістан облысындағы Сарыағаш ауданындамыз. Бұл жерге келудегі мақсатымыз шипажайлардың жағдайымен танысу, олар қандай ауруларға ем, соларды анықтап бірге көрейік. Сарыағаш ауданындағы елімізге танымал шипажайлардың бірі Көктерек. Бұл жерде келушілер, емделушілер ішкі ағзаның ауруларына қарсы ем-дом қабылдайды. Білікті дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Қазір біз осы шипажайдың атқарушы директоры Қанат мырзамен сұхбаттасамыз. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, қош келдіңіздер. Рахмет. Жақсы шүкір. Қанат мырза, жалпы осы шипажай жайлы, Көктерек шипажай жайлы айтып өтсеңіз, жалпы демалыс маусымы басталып жатыр ғой, былайша айтқанда. Келушілер қалай, қай жақтардан келіп жатыр? Жалпы мынау Сарыағаш өңірінде орналасқан осы курорттық шипажайлардың барлығы мынау жаңағы қалған таулы, болмаса басқа аймақтарға ерекшелігі, бұл жерде бір науқан жаңа акция деп айтып жатамыз ғой, сезонный. Ондай неге қарамастан бізде жалпы 12 ай бойы барлығында кісілер келіп жатады, демалушылар. Бізде жалпы желтоқсан айында ғана кішкене сиректеліп қалады адам саны, бірақ қалған уақытта адам саны жалпы келіп жатады. Қазір енді мынау мектептің барлығы демалысқа шығуына байланысты кішігірім осы 15-20 маусымнан бастап сезонға кірдік деп айтсақ та болады. Жалпы қандай ауруларға ем болады бұл шипажайда? Жалпы Сарыағаштың ерекшелігі мынау асқазан ішек жолдары деп айтамыз, жаңа желудочно-кишечный тракт. Одан бөлек жаңа қосымша емдейтініміз жаңағы бүйрек, өттегі протоктардың барлығын буындарға, лаймен, парафинозагерит дейді, сондай емдер қолданамыз. Келгеннен көріп отырмыз, мына жерде кішкентай балалар бар, келушілеріңіз бар, уже біршама адам көп сияқты. Иә, қазіргі таңда жалпы мынау Көктерек шипажайы бір 100 орындық есебі бар. 100 орындық қазіргі таңда енді соның бір 92% толып тұр. Өздеріңіз байқағандай кішкентай бала шағаның барлығы келіп жатыр. Бұлардың барлығы енді мынау жазғы каникулға шықты ғой, содан келіп жатады барлығы. Ем-дом алу үшін қанша қаражаттан бөлу керек бұл жерге? Енді мына өзіміздің ішкі жаңағы путевка деп айтамыз ғой, жолдама. Жолдаманың ішінде барлық емнің түрі бар. Жалпы 150 мың мен бір 200 мың теңгенің аралығында. Сол сумманың ішінде бүткіл жаңағы 4-5 мезгіл тамағы бар, жататын орны бар. Одан бөлек жаңағы таңертең сағат 6-дан 9-дан басталып жатады емдер. Мына неге емге кіргеннен кейін кешкі сағат 5-ке дейін ем алып жатады. Жалпы демалуға уақыт жоқ. Тек қана ем алу барлығында. Енді әрине ем болғаннан кейін барып арасында үзіліс те болып жатады. Одан бөлек жаңағы өздері кешкісін шығып мына жерге мына өзіміздің ауламыз бар, территорияда жаңағы. Сол жерге кішкене серуендеп демалады. Одан бөлек бассейніміз бар жазғы жаңағы сыртта орналасқан. Ол жерге түсіп жатады. Одан бөлек осы жерде өзіміздің осы жердегі арада ұйымдастырған мынау медресе бар, өзімізді көрсететін жаңағы. Сол жаққа алып барып жатады кісілерді демалуға. Жақсы. Ал енді шипажайдың ішімен танысып өтсек? Әрине. Келген адам бірінші қай жерден бастайды, не істейді? Болды, мен ол үшін өзімнің дәрігерім бар, сол кісімен бірге сопровождение жасап жақсы бағытта. Шипажайға келген әр адам ең бірінші тіркеу бөліміне өтеді дейді. Ол жерге барып, өзіңіздің
аты жөніңізді, құжаттарыңыздың бәрін тапсырып, осы шипажайға келудегі мақсатыңызды, бұл жердегі қандай ем-дом қабылданатындарын осы жерден танысуға болады. Саламатсыз ба? Осы Көктерек шипажайында қандай ем қабылданады? Көктерек шипажайында аслында бізде ішек құрылысын тазалау, асқазан ішек жолдарын тазалау. Оның ішінде өт тазалау кіреді, асқазан жуу, сосын буын ауруларға бізде парафинное лечение бар, сосын балшықпен емдеу бар, қосымша физиолечение сол направлениеміз бар. Өт тазалаймыз біз. Кейін қосымша бізде кислородный коктейльдер береміз, айтып көргендей. Кейін тұзды емдеу бар, инфракрасный кабина деген бар, инфрақызыл. Сосын бізде бар хамам бар, қосымша бильярдный бар, спорт залымыз бар, развлекательный қосымша адамдарға. Кинозалымыз бар, 30 адамға арналған. Настольный теннис қойғанымыз. Кешкісін сауықтыру кеш болады бізде. Дискотека қоямыз. Кейін бассейн айналасында біз дастархандар жайып қойғанбыз. Шашлык дайындайтын болса, шашлык заказ берсе, ол да қосымша алады кісілерге. Барлық қарастырылған бізде. Жалпы Көктерек шипажайында мына жерде қандай ем-дом қабылдайтындары жазылған. Яғни емнің 27 түрі, сонымен қатар бассейн, фитобар, кислородты коктейль бар екен. Бұл туралы бізге тағы да толығырақ осы шипажайдың дәрігері, білікті дәрігер, білікті маман Жұпар Бертайқызы таныстырып өтеді. Қазір сол кісіден сұхбат алып көрейік. Сарыағаштың суы 19 элементтен тұратын ішкі құрылыстар бойынша беріледі. Асқазан, өт, бауыр, простата бездері, қуық бездері бойынша тазалап емдеу бойынша беріледі. Және соған қосымша бізде Көктерек шипажайында коктейль дейміз. Ол жалпы ағзадағы токсиндерді тазалау бойынша, жалпы бронхтан бастап асқазан тамақ сіңдіру бойынша, ұйқы безіндегі инсулиндерді бөлу бойынша, өт қапшығындағы өттердің жақсы жүруіне жол беру бойынша, ішектер бойынша жалпы ем бойынша беріледі. Я, көріңіз. Дәмі дегірмен. Қандай дәммен бұл? Коктейль бізде өзі коктейліне соқ болады. Соған алша қосылған оған, мята қосылған. Осылар бойынша беріледі. Жақсы рахмет. Енді осы Жұпар ханым, осы емханаға келген адам қандай ем қабылдай алады, ол процестер қалай жүреді, сонымен таныстырып өтсеңіз. Жалпы Сарыағаштың суы емдік болғаннан кейін бізде ол ағзадағы әртүрлі ауру, мысалға асқазанның бұзылуы, асқазандағы гастриттер бойынша, асқазандағы жаралар бойынша ол температурасымен беріледі. Ол судың жаңағы 30-36 градус деп жатамыз, ол жаңағы асқазандағы күнделікті ішу бойынша. Ал енді өт тазалау күндері болады. Ішек тазалау күндері болады. Өт тазалау күндері бойынша жаңа 38-40 градус температурадағы бойынша берілетін жалпы 45-ке дейінгі осы бұлар өттерді тазалау бойынша. Жалпы асқазандағы язба, жарасы бар кісілерге 30-36 градус температура бойынша беріледі сулар. Ал кез келген өзіміз күнделікті қолданып жүрген суды да осындай градуста салып іше беруге бола ма, әлде оның пайдасы болмайды ма? Так, жоқ, ол күндік су ол басқа. Ал жалпы Сарыағаштың суы ол элемент калий натрийден тұратын, ол ішкі асқазандар бойынша, ішкі құрылыстар бойынша береді. Енді емдеу бөліміне барайық. Емдеу бөлімінен сіздерге жалпы таныстырып өтейін. Жұпар ханым, жалпы осы енді ем-дом шаралары қалай қабылданады, қандай шаралар бар бұл жерде? Жалпы Сарыағаштың суы асқазан ішек өттермен ғана топталып қалмай, ол буындар бойынша да ем беріледі. Соның ішінде жаңа минеральный сумен берілетін ванналарымыздан бастайға. Мынау енді подводный ванна дегеніміз. Келіңіз, кіре беріңіз. Подводный ванна. Бұл денедегі клеткаларды ашып беруші, жировой клетка дейміз, соларды ашып беруші ванна болып салылады. Массажный ванна, су асты массаж ваннасы деп беріледі бұл. Неліктен су асты? Бұл массаж бойынша клеткаларды ашып, организмдегі токсин майларды ерту бойынша, сол бойынша берілетін. Жалпы тағы оған қосымша біз буындар бойынша берілетін жаңағы мұнай қалдықтарынан дайындалған біздегі азекерит, парафин деп жатамыз буындар бойынша. Сол емді көрсетіп өтейін сіздерге. Мынау енді біздің парафин бөлмеміз. Парафин бөлмеміз мынау келіңіздер. Так.
парафиніміз біздің отдельно мынандай токой кастрюльде дайындалып, бізде парафиніміз. Қосымшалып атсаңыз, міне, парафиннің дайындығы. Қосылып алып, азекерит парафиннің қоспасымен дайындалған парафиніміз. Бұл буындар бойынша. Бұны осы қазір парафинді осылай 1,5 сантиметр көлемінде дайындап құйылып, бұл парафин, ол осы қатарылып, біздегі мынау термостат деген болады, адам организміне жаңағы күйіп қалмау үшін, дене күйіп қалмау үшін өзі нормада ұстайтын 50-55 градустағы термостаттан қойылады. Осы термостаттан алынып біздегі адам ағзасына жаңағы дәрігерлердің берілген жаңағы бұйыртпасы бойынша жаңағы денеге қойылады. Шипажайдағы ем-дом қабылдап жатқандар қан айналымын дұрыстау үшін арнайы джакузиға түсіп ем алады. Ол туралы бізге қазір осы шипажайдың дәрігері Дана Мырзахметова түсіндіріп өтеді. Жақсылап айта беріңіз, бұл қандай джакузи, қандай пайдасы бар? Джакузи бұл минеральный судан тұрады. Ол негізгі мақсаты бұл емнің денедегі қан айналымды жақсарту мақсатында плюс антицеллюлитный деп сол мақсатта осы джакузиді береміз. Бұдан бөлек бізде минеральный ванналарымыз бар, минералды ванналарымыз. Соларды көрсетіп өтейік. Минеральный ванналарымыз негізгі емдік мақсаты бұл 15 минутына минералды суда отқанымыз 2 сағат баняда отқанмен тең. Бұған қосатын қоспаларымыз да бар. Скипидарный ванна дейміз. Бұл скипидарный ванна ол негізгі жаңағы қан айналымды нормаға келтіреді. Сосын антицеллюлитный, егер жаңағы қанттың деңгейі жоғары болса, оны төмен түсіреді, нервный системаға жақсы. Содан кейін егер омыртқада грыжа болатын болса, соның өлшемін кішірейтеді. Бұл дәлелденген қоспалар. Енді біздің ішкі құрылыс органдар бойынша, ағзалар бойынша тазалана бөлмесіне кірейік. Келіңіздер. Мынау енді біздегі ішкі құрылысты жуу бойынша әсіресе ауыз қуысынан бастайық. Ауыз қуыс шаю бойынша біздегі дерматиттер тістегі ауыз қуыстарының мүліктердің суықтағаны бойынша бұл жерде шайылып өтетін кабинетіміз, бөлмеміз бұл. Және оған қосымша бізде асқазан өт жуу бойынша. Асқазан жуу бойынша арнайы мына баллонға 36-38 градус температурада минеральный суымыз дайындалып, арнайы мына бір реттік пайдаланылатын түтікше арқылы асқазанды жуып өтеміз. Ал енді өт бізде 2 түрлі жолмен жуылады. Өтіміз жаңағы үлкен жастағы кісілерде, жас балдардағы өте қатты майысқан кісілерде олар дәрі-дәрмек арқылы. То есть ішіп, іш жүргізу арқылы және мынандай арнайы түтікше арқылы өтті жол жолдарын өткізіп береміз. Ал тағы да қосымша ем түрлеріміздің бірі сіздерге кедровый бочка деп жатады, денедегі суықты алу бойынша. Келіңіз. Мынау еріне арнайы денедегі суықтарды алу бойынша дайындалған, қарағайдан дайындалған біздің бочкамыз. Бұның ішіне қарағайдан дайындалған кедровый пехтовый масло дейді. Сол майы құйылып, осы жерде 50-55 градус температурада денедегі суықтарды алу бойынша пар емін береміз. Ал енді тағы қосымша емдеріміздің бір түрі ішек шаю бойынша. Сол кабинетті сіздерге таныстырып өтейін. Так, келіңіз. Так, суды іштік, ваннаны қабылдадық, асқазан өтті жудық, енді бізде тек ішектер жолдары қалды жуылатын. Ол да осы мониторный аппарат амок деген болады. Осы аппарат арқылы бізде шектер өзі жалпы 1 метр, 1,5 метрге дейін болады. Шектеріміз жалпы ішкі құрылыстар бойынша тазаланып өтетін мониторный біздің аппаратымыз. Бұда да әрине, конечно, судың температурасы 36-38 градуста баллонға дайындалып, мынадай арнайы өзінің аппараттың мынандай зонды болады. Өзінің осы арқылы біз ішектерді тереңдете тазалап береміз. Бұл бізде физиотерапия кабинеті. Мынау
ромашка мен ингаляция бұл тыныс алу жолдарына жақсы. Тыныс алу хронический бронхит, астма, енді жаңағы тамақ ауруларымен ауырып жатқан науқас жаңа демалушыларымызға пайдасын тигізеді. Әрі бұл жерде бұл 10 минуттай отырады. Әрі беттегі нелерді ашады, пораларды. Мынау бізде ультрафиолетовое облучение, бұл кварц сияқты микроб, құлақ, мұрын, ауыздағы бактерияларды өлтіреді бұл бізде. Жаңағы нені грипптің алдын алу мақсатында мынау бізде Марутака аппараты. Бұл аяқтағы жаңағы қан айналымды жақсарту үшін, аяқтың жаңағы шаршағанын басу үшін. Мынау электромассаж тоже табанға, бұл табандағы қан айналымды жақсартады, шаршағанды басады. Мына жақта бізде электрофорез аппараты, бұл тірек қимыл жүйесіне өте пайдасын тигізеді. Артрит, артроз, гонартроз деген сияқты аурулардың барлығына ем болады. Мына аппарат бізде биоптрон. Биоптрон бұл жаңағы зақымданған теріні, сосын клеткаларды жаңарту мақсатында осы биоптрон аппаратын қойғанбыз. Бұл жаңағы мойында, бетте, простата бездеріне, әйел кісілерге қуық бездеріне, мынау Дарсиваль. Мынау Дарсанваль, бұл косметологический да жүреді. Бұл беттегі, бастағы нервтерді ояту үшін. Мен өзімде не қатты болып тұрғансың. Так, мына жақта бізде магнитный терапия. Бұл жаңағы белге жақсы. Кімде протрузия, грыжа, бел ауруларының барлығына, остеохондроз, солардың барлығына магнитті жіберу арқылы ауруды емдейді. Содан кейін мына жақта массажный кресло бар. Массажный кресло бар мына жақта. Мойыннан, мына жерде аяғы былай ашылады. Мынаны ашу керек. Аяқты не істейді? Массаж жасайды мойынға, аяққа, белге де массаж жасайды. Жалпы бұл емнің бәрі де осы жерге келушілер үшін арнайы путевкамен ем-дом алуға келгендердің бәріне тегін жасалады. Бұлардың барлығы бізде тегін. Емделу курсына кіреді. Бұлардың барлығы кіреді. Бізде порталға келген, особенно порталмен келген адамдарға массажный креслоны көбірек қосып береміз. Олармен қоса 7 күнге массаж мойынға тегін қосып береміз. Жаңағы балшықпен емдеу, содан да қосып береміз тегін 3 күнге. Яғни сіздерге ақылы ғана емес, порталмен тегін де келіп емделуге болады. Бізде емдеу туризмі жақсы дамыған. Өздеріңіз айтып өткендей, қазірдің өзінде бізде 60 шипажай арнайы тіркеліп жұмыс жасауда. Одан бөлікте біз қазір сол шипажай иелерімен арнайы кездесіп, ары қарай қалай дамытамыз бұны. Сол мақсатта біз концепция жасауды қолға алып жатырмыз. Болашақта мына шетелдердегі демалыс орындағыдай, емделу орындағыдай сияқты келушілерге, туристерге жағдай жасау мақсатында концепция дайындауды қолға алып жатырмыз. Сонымен айналысатын мекемелерменен, кәсіпкер азаматтарменен. Әрине, ол жерде әлі біз көктеректі бірнеше дамытуымыз керек. Бірінші кезекте оның инфрақұрылымын жақсартуымыз керек. Ол жерде қазір ең өзекті болып отырған мәселе қарыздық жүйені біз жаңартуымыз керек. Соның барлығын біз қолға алып жатырмыз. Қазір қарыздық жүйенің жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеп мемлекеттік сараптамадан шығардық. Енді кезекте сол келесі жылдың бюджетіне енгізіп, сол құрылыс жұмыстарын бастасақ деген ойдамыз. Әрине, идеялар көп. Ол жерде жаңағы тек шипажайлардан бөлек біз сол келген туристерге барлық қызмет көрсететін салаларды дамытсақ деп жатырмыз. Ол жерде әрине енді минералды су болған екен, ол жерде мысалы үшін келген демалушыларға жаңағы аквапарк салсақ, кинотеатрлар салсақ, жалпы сол жердегі туристер емделуден бөлек сол жерде басқа да кәсіпкерлерден қызмет алса деген ойларымыз бар. Бұл бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Сарыағаш ауданындағы ең ірі шипажайлардың бірі, әрі ең танымалы Сарыағаш
емдеу оңалту кешені. Бұның тарихы 1963 жылдан басталады. Сол кездері Дінмұхамед Қонаевтың бастамасымен құрылған. Бүгінде 8 корпусы бар шипажай. Суы әлемге және Қазақстанға өте танымал. Судың құрамында 30-дан астам минерал бар. Қазір біз бұл осы шипажайдың жұмысымен танысамыз және де оның артықшылықтарын мен өздеріңізбен бөлісеміз. Бекмұхан мырза, жалпы осы емдеу орталығы шипажай дейміз ғой. Сонымен таныстырып өтсеңіз, қандай ем шараларын қабылдайды бұл жерге келген емделушілер? Жақсы. Жалпы шипажай Сарыағаш емдеу оңалту кешені 1963 жылдан бастап халыққа қызмет етеді. Біздің шипажайдың профильдік емі асқазан, ішек, бауыр ауруларына ем береміз. Жаз кездерінде адамның демалуға келетін 700-ге шейін жатады. Жылына ай істейміз біз. Жылына айда осылай емдер алып жататын жайы бар. Әрине, шипажайымыздың судың кереметтігінде жатыр. Біздің суымыздың Мұхтар Әуезов Омарханұлының айтқан сөзіндей, Боржоми суында одақта жететін су жоқ. Сарыағаш суын алатын болсақ, Боржомидан асып түссе кем емес деген бір айтқан керемет сөздері бар. Ақиқатында біздің керемет суымыздың қасиеті ортада жатыр. Емдік бөлімінде осы жерде көпшілік ем осында жүргізеді. Бұл жерде мынау минеральный суымыздың жайында айтып жатқан бір емнің үлкен несі ванна қабылдайтын жеріміз. Ванна қабылдаймыз, айналмалы душ, су асты массажы, одан кейін барып асқазан шаю, шек шаю, осы бөлімде өткізілетін дүние. Мынау алдымызда тұрған бірінші біздің ванна нелеріміз, бөлімшелеріміз. Осындай ванна 3 бөлімшеміз бар. Блок дейді, мына әрқайсында осы қамтама берілген барлығы. Мына біреуін кіріп көрсек болады. Пантовая ванна. Пантовая скипидара ванна жасалынады. Мына бөлімнің несін сіздерге ашып көрсетейін. Міне суымыздың ағып тұрғаны мына осы қасиетті минеральный суымыз осы су. Осы су минеральный су, осы ванна көреміз. Осындай бөлім әрқайсының 3 бөлімде бар, толық қамтамасыз етіледі. Мына ағып жатқан минеральный су ережелерімен таныстырылады, былай деп жатады. Екі кабинасынан бір жағынан шешініп, бір жағынан киініп келетін адамдар болып жатады. Осылай толық қамтамасыз етілген. Бұл осы 92 жылдан бастап осы үйені кетіп тұрған жайды. Судың кереметтігі осыда жатыр. Судың кереметтігі асқазан ішек ауруларының керемет әсері деп атқандығымыз сол. Мынау гидрокарбонатты натриевый калий дейді. Судың қасиеті асқазан шөлінің жоғары деңгейде болғанда, төмен деңгейде болғанда осы қалыпқа келтіретін су. Ол енді әртүрлі патологиясына қарап біз судың қай уақытта қалай ішетіндігін беріп тағайындап жатамыз дәрігерлер. Егер ол төмен қышқылтықтың, асқазандағы қышқылтықтың көрсеткіші төмен болса 26 градус ішіледі. Егер нормально халде болатын болса қышқылтық, онда 38 градус ішіледі, жарты сағат 40 минут алып. Егер қышқылтық жоғары деңгейде болған жағдайда біз 42 градустан береміз. Ол дәрігерлеріміздің бәрі айтылып көріп беріп жатады. Тамақтың алдына жарты сағат 40 минут алып 3 мезгіл ішеді. Қалған уақыттарда су ішіп жататын жайлар. Минеральный суымыздың керемет қасиеті сол. Соның үшін керемет қасиеті сол. Мына мен сізге қазір ваннайды көрсеттім. Ал мына енді қазір су асты массажы деген ваннаны көрсетейін. Бұл да өте тиімді, емдік қасиеті керемет ваннаны көрсетейік сізге, келіңіздер. Мінеке, бұл ваннамыз су асты джакузимен бірге нетеді, су асты массажымен жасайды. Одан кейін мынау асқазан, бауыр, бүйрек бір ғана ішумен ғана емес, ванна қабылдаумен де өзі емдік әсері болып жатады. Одан бөліске тағы да остеохондроз патологиясы болады, артрозный артрит патологиясы болады. Осыған су асты массаж, джакузи үшін жасап жатамыз, мынау әсері де керемет болады. Енді әрине патологиясына қарап, жасына қарап, ауруына қарап
беріп кейбірде ванна емес душтың өзімен шектелетін жағдайлар болады. Күніне неше рет қабылдау керек бұны? Күніне бір рет қабылдайды. Қанша уақыт? Бұл 10 минутта қабылдап жатады. Күніне бір рет, ваннаны бір рет, бұны бір рет, бұл екеуін бір емес, күн ара ваннаны бір күн қабылдаса, бір күні подводный қабылдап. Күнде бірден қабылдау минералды су ауырлықлар. Бұның бәрі минералды судылар, Бәрі 101 минералды су. Сол 1386-ның баяғы сол 46 жылы қазылған суымыздан сол судан келіп не қылады. Осы суымыз. Бұның температурасы қандай болу керек? Температура 37 градус. 36-37 градустан аспайды. 36-37 градустан аспайды. Мынау уақытымыз көрсетіп тұр. Арғы демалушыларға міне жатқызып, мынау 10 минут белгіні қойып жатамыз. Одан артық? Одан артық болмайды. Себебі шектеулі болады. Әрине, балдың да артық жерінсе кері әсері беретіндей, бұның да көп сөзге болмайды. Себебі жай ғана ванналарды қабылдай бергеннен минеральный суымыздың біздің артықшылығы сода жатыр. Артықшылығы сода жатыр. Кереметтігі де сода жатыр. Күніне бірнеше рет ванна, бірнеше джакузи толтырасыздар мысалы. Бұдан кеткен сулар қайтадан өңделе ме, әлде кәрізбен ағып кете ме? Өңделмейді, сол кетеді. Ол енді қайтып барып артизанға барып түседі деген болжамал бар ғой. Сол қайтып барып артизанға барып түседі деп жаңа нәрсе бар. Бірақ енді дегенмен де сол 46 жылдан бері қазылған болса, деректермен сүйенетін болсақ, су несі азайып жатқандығы бар аздан. Бірақ күрт не емес азайғандығы бар. Бірақ енді ол 100 жылға шейін жетеді деген болжамдар бар суымыздың несі. Мына осы суларын пайдаланып болғаннан кейін бар қайтып жерге сіңіледі. Ол через өзінің фильтрмен өтіп барып, деңгейге қайтып артизанға құйылады дегендер болжамдар бар. Сол үшін бұл суды әрине енді оны қайтып обработка етпей, бізде суға жеткілікті. Енді ол енді болашақтың емші шығар, Самат мырза, болашақтың емші шығар, мына судың бәрін қайтадан тазартып, қайтып жіберуге. Қанша суымыз жетіп, оған жеткен деңгейге жеткен жоқ бұл біздер. Сарыағаш ауданындағы Көктерек ауылдық округінде ондаған шипажайлар бар. Демалыс орындары, емдеу мекемелері былайша айтқанда. Біз қазір солардың шипасу шипажайына келдік. Бұл жердегі емдеу әдісі мамандардың сөзінше басқаларынан ерекшеленеді. Оның қандай ерекшеліктері бар, емделушілерге қандай қызмет көрсетіледі, ол туралы бүгін осы шипажайдың бас дәрігері Аймереке Мәжітқызымен сұхбаттасамыз. Аймереке ханым, саламатсыз ба? Қош келдік. Жалпы шипажай жайлы айтып өтсеңіз. Біздің шипажайымыз 2016 жылдан бері жұмыс атқарып келе жатыр. Енді өздеріңіз байқағандарыңыздай үлкен жаңағыдай парк орталығының дәл қақ ортасында орналасқан. Сол дегеніңіз су жаңағы сол баяғыдан келе жатқан 1946 жылдан бері келе жатқан аңызға айналған Сарыағаштың нағыз минералды суы бізде орналасқан. Және де жаңағыдай суды ішумен қатар бұл жерде бізде теренкур деген емнің түрі болады. Ол дегеніміз жүру, климатотерапия деген болады. Осы парктың ортасында орналасу арқылы біз бүкіл сол емнің барлығын қамтып жатқан жайымыз бар. Неше адам арналған? Бұлай қарасам, бала шаға да бар, үлкен кісілер де бар, бірнеше келушілердің саны көп сияқты қатары. Балаларға да емделуге болады, олардың өздеріне арналған жаңағыдай детский пакет лечения деген болады бізде. И және де 3 жасардан 90 жасар кісіге дейін қабылдаймыз ғой. Танысып көрейік. Жүріңіздер. Бұл жерде қандай емді қабылдайды келушілер? Бірінші кезекте Сарыағаш курорты деген екен атын өзі айтып тұр. Сарыағаштың минералды суын іздеп келеді адамдар. Но олмен қатар бізде 26 түрлі емнің түрлері қарастырылған. Оның барлығы бізде осы бірінші этажда бір жаңағыдай ненің ішінде бірінші этажда жаңағыдай тамақтанады, бірінші этажда асхана бөлмесі бар, қалған екінші, үшінші, төртінші, бесінші этаждарда жатын бөлмелер, жаңа лифт қарастырылған, ешқандай қиыншылық туғызбайды бізде. 26 түрлі емді, енді оның барлығы
дерлік емдеуші дәрігердің тағайындауымен жүреді. Келген бетте бізде бүкіл диагностикадан өткіземіз, ультрадыбыстық зерттеу өткізіледі, қан анализі, зәр анализі, биохимиялық анализдер, соларға қарап дәрігер Кімге қандай ем қажет? Я индивидуально әр пациентке қай жері ауырады, не мазалайды, шағымдарына қарай біз ем домды тағайындаймыз. Осы орталықта, мысалы, осы ауылдық округте 60-қа жуық емдеу орталықтары, шипажайлар бар дейді. Солардың арасында сіздердің ерекшеліктеріңіз? Біздің ерекшелігіміз жаңа айтып кеткеніндей парк орталығының дәл ортасында орналасқанбыз, және де Сарыағаштың нағыз минералды суы ол дақ бізде орналасқан. Сол. Жаңа айтып отырдыңыз. Сырттан тасымалданбайды. Нағыз бұлақтың суы ғой. Құрғақ көміртекті ванна. Сол туралы болды, жүріңіздер. Біз қазір шипасу шипажайындағы кейбір процедураларды, яғни емдік қасиеті бар процедураларды өзіміз көргіміз келді. Бұл яғни қазір маған жасап жатқан процедура көміртекті құрғақ ванна деп аталады екен. Бұл жерде 20 минут бойы жату керек, пациент? Иә. Енді айтады ғой, 100 рет естігенше, 1 рет көрген жақсы дейді. Өзіңізді жатқызып, осы Сарыағаштың нағыз емін өз көзімен көріп, өзімен сезініп кетсін деген оймен өткізіп жатқан процедураның бірі. Енді мынау біздің Мейірбике Маржан сізге барлығын түсіндіріп өтті. Но сонда да өзім как дәрігер ретінде сізге айтып өтейін. Бұл көптеген аурулардың ем болып табылады. Және де жаңағыдай Карловы Вары деген сияқты, Арайды Люкс деген сияқты санаторийларда бар, и және де бізде бар. Бұл ем қан айналым жүйесін жақсартады. Инсульттан кейінгі, инфаркттан кейінгі жағдайларға өте жақсы. Сосын варикозный расширение вен деген болады. Қан тамырлардың артрит, артроздарға, буын ауруларына өте жақсы. Бұл процедура бізде 20 минутқа созылады. Негізінен су процедурасын алғаннан кейін, ваннадан кейін, душтан кейін, немесе суасты массажынан кейін, адамның дене поралары ашылғаннан кейін, дәл осы кабинетке келіп, дәл осы процедураны біз тағайындаймыз. Әрине дәрігердің тағайындауы бойынша жүргізіледі. Енді бұл процедураның да өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Оның бірі жаңағыдай қатерлі ісік ауруларында болмайды, жаңағыдай психологический аурулар кезінде болмайды. Қалған аурулардың барлығында керемет емнің түрлерінің бірі. Менің қазір 10 минуттай ма жатырмын. Менің қазір денем қызып, бүкіл денемде қызу бар. Осы полиэтиленовый пакеттің ішінде мысалы. Бұны айтып отырсыз, мысалы, неше рет ем алу керек, осы процедурадан өту керек. Және де жоғарыда сіз айтқан аурулардан айығып кету мүмкіндігі қаншалықты? Әрине. Бірінші келген мезеттен 60%-ға дейін өзінің денсаулығы қайда жақсарады бұл процедураны. Бірақ өзінің жаңағыдай белгіленген мөлшері бар, кемінде 5 процедура өткізіледі. Енді бізге білесіз ғой, бұрын Совет өкіметі кезінде 21-24 күнге келетін адамдар ем алуға. Қазір мынау уақыттың тапшылығына байланысты 5 күнге, 7 күнге, 10 күнге келеді. 10 күнге келген пациенттерге біз айтамыз, науқастарға 10 күнге келсеңіз, 10 күн бойы алсаңыз болады деп. Күнделікті қабылдай беру. Әрине болады. Ем болсын, Сәке? Жақсы, рахмет. Ары қарайда осы шипажайда басқа да процедуралардан өтіп, немесе ол процедураларын өтіп жатқан пациенттермен тағы да тілдесеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Түркістан қаласынан осында 3 жыл қатарынан осында келіп демалып жатырмын. Бұрынғы кездерде бәрімізге белгілі мынау профсоюз деген бұрыннан келе жатқан санаторий бар. Бұрындары сонда бар демалатын едім. Мынау осы шипасу деген санаторий жақын арада 3-4 жыл болғанда ашылған екен.
осында 2 жылдан бері келіп емделемін. Себебі бұнда бірнеше этажда емханасы, асханасы, барлық емдер осы бірінші этажда орналасқан. 3-ші, 4-ші, басқа 4-5 этажына дейін демалушылар бар. Жағдай жасалған, лифт істейді. Асханасы осы бірінші этажда орналасқан, өте дәмді, жақсы. Ал персоналына келсек, осының бас дәрігері Аймереке деген қыз жұмыс жасайды. Осындағы кілен қызметкерлері, медиктердің бәрін бүкіл жастар, өте инабатты, өте жақсы, өте тәрбиелі, өте ұнаған, өзімізге өте ұнап жатыр. Сондықтан демалушыларға айтарым, келетін болсаңыздар, осы профсоюз территориясына орналасқан Шипажу деген санаторийге келіп демалсаңыздар болады. Сіздерге ұнайды. Мен кепілдік беремін сол үшін. Қандай ем қабылдап жатсыз қазір? Осында барлық ем бар. Ваннасы бар, душы бар. Сосын ғана процедурный кабинетте өзі дәрігер назначение беріп, капельницасы бар, уколы бар, барлық нелер жасалған. Емнің 10-15 түрі бар, соның почти бәр емін қабылдап жатырмын. Келгеннен өте жақсы көңіл күйім, жақсы күнніңге жақсарып келатырмын. Шипасу шипажайындағы емделушілерге арналған 50-ге жуық демалатын орын бөлмесі бар. Олар стандарт, люкс, полулюкс және де бір орындық бөлмелер. Қазір солардың біріне кіріп көреміз. Бұлар соңғы үлгідегі картамен ашылады. Бұл жердегі картамен кіреміз және де бұл жерде өзінің орны бар. Жарықтың бәрін қадағалайтын орын. Бұл бөлмемен танысатын болсақ, люкс бөлме 2 адамға арналған. Бұл жерде де адамға жарасымды, аппақ осындай таза халаттар, бет орамалдары, аяқ киім, сондай-ақ жуынатын бөлмесі. Бәрі де соңғы үлгідегі дизайнмен жасақталған. Сонымен қатар бұл жерде керемет кең бөлме, 2 адамға арналған, өзінің қонақтарға арналған диваны, теледидар, сондай-ақ жұмысшылардың, яғни осы жердегі қызметкерлердің сөзінше, әр бөлмеде осындай 2 адамға арналған көк шай, қара шай, сондай-ақ дайын сусындар, ыдыс-аяқ бәрі бар. Сонымен қатар бұл жерде жұмыс үстелі, кез келген адам өзінің жұмысымен демалысын байланыстыра алады. Мында шықсақ, бұл жерде кең кішкентай бір балкон. Ол балконнан Сарыағаштың кең табиғаты, таза ауа және де кондиционер. Көктерек кентінде 60-ға жуық шипажай тіркеліп жұмыс жасап жатыр. Сондықтан ол көктеректен шығып жатқан минералды судың емдік қасиеті өте жоғары деп бағаланған. Оның ішінде құрамында Менделеев таблицасының бірнеше элементтері бар деп есептелген. Сондықтан оның емдік қасиеті жоғары. Ол асқазан, ішек ауруларына, буын ауруларына, басқа да көптеген ауруларға емдік қасиеті бар. Сондықтан осы басқа да шетелге бармай, осы біздің өзіміздің ішкі туризмді дамытып, Қазақстанның өзіміздің тұрғындарымызды, Қазақстанның азаматтарын осы біздің Сарыағашқа келіп
емделуге шақырған болар едім.